өсетін елдің ұландары. Өзбекәлінің өзі де, оның маңайына ұйыған ұлтшыл азаматтар да атақ даңққа құмар болмаған. Бірақ советтік қоғамда мемлекеттік атағы жоқ адам қорғансыздың күнін кешетін. Қас таланттар сарқылмас дарынмен жан жағын жайпап жатса да, ресми атағы болмаса, қоғамдық ауа райды қалыптастыратын саяси һәм мәдени элитаның арасында жіберілмейтін. Бір ғана мысал, тегін берілетін курорттық жолдама мен тегін емделетін аурухананың есігінен сығалатпайды. Бұл адамды өлшеудің бейшара, ұсқынсыз қалыпқа құлаған дәуірі. Сондықтан шын жүйрікті тобырдың талауына түсірмес үшін мемлекеттік атақтармен қаптап, қымтап, бүркеп қоюға мәжбүрсің. Қадыр Мырзалінің сөзімен айтсақ, атақ ақынға ғұмыр бермесе де тұғыр береді. Сол үшін де Өзбекәлі 1964 жылы жас таланттар арасында Ленин комсомол сыйлығын ойлап тапты. Оның бұл стратегиясы қазақ мәдениеті үшін ұтымды болды. Күншіл тобырдың сөзсіз тепкісіне түсуге дайын тұрған Шәмші Қалдаяқов, Олжас Сүлейменов, Ескендір Қасанғалиев, Әсет Бейсеуов, Мұхтар Шаханов, Оралхан Бөкей, Роза Рымбаева, Жәнияу Бәкірова, Әлібек Дінішев сияқты қас таланттар осы атақтың арқасында бағы жанып, өмірін де, өнерін де сақтап қалды. Өзбекәлі бұл сыйлықты әкесінің асына шүлен таратқанда емін-еркін үйлестіре алмайды. Мемлекеттік сыйлық иесін анықтау кезінде қан майданға кіргендей жан алысып, жан берісетін. Бюрода болатын әрбір шайқасқа тыңғылықты дайындалатын. Дұшпанын мұқатып, досының мерейін асыру үшін алдын ала стратегия құрып, асқан айлакерлікпен сақ қимылдайтын. Әрбір өнер тарланын сыйлыққа іліндіру, жан сақтау бөлімінде жатқан науқастың қу жанын аман алып қалғандай жан кешті жұмыс. Тірлік мұнымен де бітпейді. Күншілдер топталып алып, оның үстінен Мәскеуге толассыз арыз айтады. Өзбекәлі беделін салып, арыздың бәрін тойтарды. Осындай кескілескен рухани майданның бір эпизодын Қалаубек Тұрсынқұлов былай баяндайды. Өзбекәлі Шәмшінің кандидатурасын Оңтүстік Қазақстан комсомолдар атынан ұсынуға ұйымдастырды. Дүркіреген даңқына қарап, Шәмшіні сөзсіз лауреат болады деп сенгенбіз. Бірақ бәйге басталмай жатып, Шәмшінің лауреаттар тізімінде жоқтығы білінді. Сөйтсе, дұшпандар Өзбекәлі мен Шәмшінің жерлестігін көлденең тартып, тізімнен астыртын алып тастапты. Өзбекәлі Оңтүстік комсомолдар атынан бюроға хат жолдатты. Хаттың мазмұны былай: Ленин комсомол сыйлығына ұсынылған тізімде Шәмшінің есімі жоқ. Біз қазақ өнерінің барлық саласын жақсы құрметтейміз, әрі қолдаймыз. Бірақ Қазақстан аспанында иікке көтеріліп, шартарапты шар құрып жүрген Шәмші есімінің тізімнен табылмауы бізді қынжылтты. Пленумның күн тәртібінде Ленин комсомол сыйлығына ұсынылған бүкіл кандидаттың тізімін жариялап, арнаулы мәселе етіп қоюды талап етеміз. Мәселені орталық комитет шешсін, пленум бекітсін. Егер төралқа келіспесе, ұсыныс жасауды өз еркімізге алып, мәселені ортақ талқыға шығарамыз. Құрметпен, орталық комитеттің бір топ мүшесі. Өзбекәлі бұл іске көрші облыстардың комсомол басшылығында тартты. Қызылордалық комсомолдар атынан бірінші хатшы Абылай Айдосов, жамбылдықтар атынан Тасболат Байталиев те қолдау хат жолдады. Өзбекәлі күншіл тобырға қысымды күшейту үшін майданның бір шетінен Жұбан Молдағалиевті қосты. Жаппай орыстану дәуірінде Жұбан да позициясын бермей, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деп ұлтшылдық туын желбіретіп ұстап тұрған адуынды ақын еді. Айғайға ұран қосылған сайын күншілдердің тынысы тарыла берді. Тықыр таянғанда олар шыдас бермей тайқып кетті. Бұл жолы Өзбекәлінің әруағы үстем түсті. Ақыры орталық комитеттің бөлім меңгерушісі Мұхамеджанов: құттықтаймын жігіттер, сендер жеңдіңдер. Мәселе бюроның өзінде қайта қаралатын болды. Пленумда қаралса, орталық комитет мүшесі түгел қолдары айдан анық. Тек кейбір мәселе мен жоғарғы жақтың пікірін амалсыз ескеріп едік, деп бұл хабарды Өзбекәліге ілтипатпен жеткізген. Шынын айтқанда Мұхамеджанов та Шәмші әндерін сүйіп тыңдайтын. Ол Шәмшінің тізімнен астыртын алып қалғанын сыбырлап жеткізген. Осындай ақ жүрек азаматтардың қолдауының арқасында Шәмші лауреат атанды. Осы атақтың өзі Шәмшіні туралап келген талай шабуыл мен апаттан аман сақтады. Сондықтан да Шәмші осындай сауыт соғып берген Өзбекәлі құрдасына өле-өлгенше риза болды. Мұхамеджан Рүстемовтың естелігінде мынадай қызық деталь бар. Шәмші лауреаттық медалін тіс жуғыш пастасымен үнемі ысқылап жылтыратып жүретін. Біреу себебін сұраса, ол: бұл маған кеңес үкіметінің ордендерінен 1000 есе қымбат.
Біреулер мені маскүнем деп даттайды, ал менің талантымды, еңбегімді бағалаған Өзбекәлі құрдасым оған мың қайтара алғыс деуден танбапты. Қазақ тарландары үшін советтік қоғамның қаншалықты опасыз екенін мынаған қарап білесіз. Өзбекәлі бастаған білімді жігіттер 100 жерден қолдап, қорғап тұрса да, Шәмшіге ұлттық консерваторияны бітіріп, диплом алу бақыты бұйырмады. Оның Қазақстанды шарлап ән шығарған, одан соң еңбекпен түзеу лагерінен алып қайтқан көркем мінездемесі консерватория басшыларына ұнамады. Оның еркін болмысы мен түпсіз таланты кеудесі тар күншілдерге жақпады. Композиторлар одағына да мүше етіп қабылдамады. 1992 жылы Шәмші ауруханаға түсіп, ажалмен алысып жатты. Енді оңалмасын сезді ме, оған Қазақстанның еңбек сіңірген әртіс деген атақ берілді. 2 айдан соң Шәмші мәңгілік сапарға аттанды. Атақтың қызығын көріп үлгермеді. Шыны керек, оған мұндай марапаттың берілмегені абырой еді. Себебі атақ оны большевик қазаққа ұқсатып жіберді. Ал Бауыржан Момышұлы сияқты халықтың жүрегінде сақталып қалу биік дәреже. Өмір бойы Шәмшінің тірсегін шайнап, жолын жапқан ұятсыздар оған мағынасыз атақ беріп, арзан абырой иеленіп кетті. Өзбекәлінің өзгеше болмыс екенін мынадан білесіз. Жұрттың дені өзінің атақ абыройы мен қызмет беделін арттыру үшін бары мен нарын сарп етіп жатқанда, ол Шәмші сияқты нар тұлғаның атын тарихта қалдыру үшін жанын салды. Бірде екеуінің арасында мынадай диалог орнайды. Өзеке, мені неғып мұншама төбеңе көтересің? Мен бір қарапайым жанмын. Бітірген оқуым жоқ, не қызметім жоқ. Маған бола карьераңды қатерге тігесің де жүресің, деді Шәмші. Әй Шәмші, сен қазақтың шыққан 100-ден жүйрік мыңнан тұлпарысың. Өзің бола алмасаң, болған ердің атын жек деген сөз бар. Сенің атыңды қамшылау біз үшін мәртебе. Ал сенше, сен де топ жарған аз мықтының бірісің. Әй Шәмші, сен сияқты талантты Құдай жасайды, мен сияқты шенеунікті партия жасайды. Партияда не көп, шенеунік көп, бірі кетсе бірі келеді. Сен ел құрметіне бөленген композиторсың. Әнің ғасырдан ғасырға кетеді, ал біздің бастағы бақ өтпелі. Тағымыз тұрақсыз. Бұл орынға мен сияқты басшының нешесі келіп, нешесі кетпеген. Солардың біреуінің де аты ел есінде жоқ. Біз де сондай болармыз. Уақыт өткен сайын жұрт Өзбекәліні ұмытады, ал сенің әнің мен өнерің заман озған сайын саған мәңгілік өлмес өмір сыйлайды, депті. Өзбекәлінің айтқаны айнымай келді. Мемлекеттік концерттен бастап, кішігірім той томалаққа шейін Шәмшінің әні шырқалады. Оның 1956 жылы шығарған «Менің Қазақстаным» әні араға 50 жыл салып, 2006 жылы парламенттің мақұлдауымен Қазақстан Республикасының әнұраны болып бекіді. Содан бері бұл ән мемлекеттік іс-шараны айтпағанда балабақшадан бастап мектеп, университетте де орындалады. Халықаралық жарыстың бәрінде жеңімпаз спортшылар тұғырға шыққанда Шәмшінің әнімен шарықтап көкке көтеріледі. Жыл өткен сайын Шәмшінің болмысы ықпал ету аймағын кеңітіп жатыр, ал Өзбекәлі өз айтқанда елесінен шығып кетуге азақ қалды. Оның ерлігі көз ашық зиялы ортаға ғана дәріптеледі. Ал Шәмшінің бағын байлап, жолын жапқан Әкім Қара мен дарынсыз өнерпаздар болмыс ретінде бір жола жоғалды. Олардың моласын халық тұрмақ өзінің ұрпағы да ұмытты. Өзбекәлінің ерлігі ұмытылмасын, аты тарихта мәңгі қалсын деп кітап жазып, насихат қылып, қанша тырыссақ та, бәрібір оның атағын Шәмшімен теңестіру мүмкін емес. Себебі Шәмшінің атын еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін жатқа біледі. Тарихтың осындай ережесі барын білген және оған мойынсұнған Өзбекәліні нағыз көреген кемеңгер демеске шараң жоқ. Әуелі мәдениет, экономика сосын. 1973 жылы Торғай өлкесі миға симас экономикалық өрлеуді бастан кешті. Облыстың ашылғанына 3 жыл болды. Бұрын орталығында 25 адамдық моншадан басқа дымы жоқ Арқалық қаласы тура мағынасында цивилизацияның ошағына айналды. Мұндай жетістік үлкен өзгеріс жобасын ойлап тапқан Мао Цзедунның түсіне де кірмеген. Оның 1958-62 жылдардағы экономикалық секірісі кері кетіп, Қытайлар миллиондап аштан қырылды. Ал Өзбекәлі мен Сахан Құсайынов 3 жылда жаңа облысты миллионер өлкеге айналдырды. Торғай сол замандағы ең биік награда Ленин орденін таққан. Мұндай экономикалық жетістіктің құпиясы неде? Жауабы қарапайым. Идеология қатшысы болған Өзбекәлі әуелі қарын тойсын, мәдениетті сосын көреміз деген тоғышар түсінікпен келіспеген. Тіпті оны терістеген.
Керісінше алдымен ішкі мәдениетті көтеру керек, ал экономикалық өрлеу түзелген мәдениеттің ырықсыз жемісі деген позицияға бекіген. СССР-дің кезіндегі әкім қараның біліксізі некен саяқ. Олар идеология, мәдениет, әдебиет саласын қақпаса да экономиканы шыр айналдыратын. Бірақ экономиканы қанша көтерсе де Өзбекәлі тудырған торғайдағы мәдени мұғжиза ешбір өңірде қайталанған жоқ. Себебі бұл адам болмысын терең түсінуден шығатын құбылыс еді. Адам болмысына тереңдей назар салған пенде оның мисыз мақлұқтан дараланып тұратын адами айырмашылығын тез байқайды. Кісі баласы жағдайын жасап, ішіп жемін түгелдеп берсең көндігіп тұра беретін бордақы мал емес. Оның транстенденциясы, яғни тәңірлік әлемге мұқтаждығы білініп тұрады. Тіпті атеизм үстемдік құрған Совет өкіметінде де бұл мұқтаждық артпаса кеміген жоқ. Рухани тұлғалар тәңірлік әлемдегі рухани құндылықты өз болмысынан өткізіп, қараңғы қоғамға шамшырақ қылып жағады. Олардың жаққан шырағы тұманда қалған кемеге жол сілтейтін маяк сияқты Бұқараға қызмет қылады. Өзбекәлі осындай шырақты әуелі Торғай даласына самсатып жақты. Ән, күй, жыр, би, театр, ансамбль құру сияқты өнер түрлерін тірілтті. Есесіне мәдени өрлеуде шабыт алған Торғай жұртының еңбекке құлшынысы артты. Экономиканың ауыр жүгін оп-оңай арқалап кетті. Нәтижесі былай болды. 5 жылға жоспарланған экономикалық меженің 70%-ын 3 жылда өтеді. 1973 жылы мемлекетке 1.300.000 тонна астық, 43.000 тонна ет, 34.000 тонна сүт өнімдері, 8 миллион дана жұмыртқа, 2800 тонна жүн өткізді. Мал басы күрт өсіп, миллионға жуық қой, 25.000 жылқы Торғай даласында жайылып жүрді. 2 жылдың ішінде жаңадан темір жол вокзалы, автовокзал, әуежай салынды. Бір пединститут, бір филармония, бір театр, бір музей және 2 кәсіптік училище және ашылды. Біздің заманның жастары мынадай тұзаққа тез түседі. Мәдениет, әдебиет, руханият деген тақырыпты кейінге сырады. Ең басты мақсат жағдай жасап алу. Жағдайы жоқ адам мәдениет тудырмайды деп куыскеуде дертіне қалай шалдыққанын өздері байқамай қалады. Жастықтың жігері мұқалған соң мәдени кеңістікті құндылықпен толтыру ақыреттің азабы. Көбісі оған шыдас бермей сынып кетеді. Мұндай шатасу көбіне Абрахам Маслоудың пирамида теориясынан басталады. Оның пайымынша адам мағыналы өмір сүру үшін бірінші физиологиялық мұқтаждығын өтеу керек. Яғни ас суы мен жылы баспанасы болуы шарт. Екінші қауіпсіздік. Үйіңе төнетін қауіптің жолын кесу. Баспанаңды комфорт мекенге айландыру. Үшінші қоғамдық байланыс. Араласатын ортаң болмаса жалғыздықпен жапа шегесің. Төртінші қоғамдық мәртебе. Атақ абырой жинап, өзіңді өзгеге сыйлата білуге тиіссің. Соңғы саты рухани деңгей. Ой санаңды өсіріп, дүниетанымыңды тереңдетіп, өзіңді жарқыратып көрсету. Маслоудың бұл пайымы теория жүзінде құлаққа жағымды естіледі, көзге әдемі көрінеді. Бірақ практикада кері нәтиже беру әбден мүмкін. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде ұлтшыл зиялы орта Нұрсұлтан Назарбаевтан қазақтың тілін, тарихын, дінін, мәдениетін, әдебиетін, руханиятын, дәстүрін қалай жандандырасың деп жиі сұрайтын. Президент олардың бәріне Маслоудың әдісімен жауап беріп құтылатын. Яғни мұнай мен газды әлемдік нарыққа шығарып экономиканы түзеп алуға мұрсат беріңдер. Мәдени мәселеге сосын соғамыз. Қарның аш кезде қайдағы мәдениет? Сондықтан әуелі экономика, сосын мәдениет деп сендірген. Стратегия осылай басталғаны рас. Мұнай мен газ өндіретін әлемдік алпауыттар Қазақстанға қисапсыз қаржы салды. 1998 жылдан бастап халық зейнетақы мен жалақысын тұрақтала бастады. Маслоу айтқандай, бірінші қажеттілігін өтеп, қарын тойғызып, сәнді киімге ұмтылды. Сосын екінші қажеттілікке аяқ басып, баспанасын реттеді. Үйді комфортқа айналдырамыз деп жаппай евроремонт жасайтын кезеңді сәтімен өткізді. Қауіпсіздігін күшейтеміз деп ауласын биік дуалмен қоршап, камера орнатып, қымтанып алды. Үшінші қажеттілік бойынша қазақтар алыс аймақтарға тойға барып, бір жырғап қалатын. 1 жасар баланың туған күннен бастап корпоративті отырыс түріне шейін тойлап шықты. Төртінші қажеттілік бойынша жасанды мәртебемен өзімді сыйлата қаламын деп қатыспаған қосымша курс қалмады.
Кейбірі белгілі бір дәрежеде жаңа мәртебеге қол жеткізді. Бірақ бәленің бәрі сол соңғы сатыға келгенде басталды. Өзінің даралығын тауып, кеудесін рухани құндылықпен толтырып, ар мен ақылды қатар ұстап, ішкі әділдігін күшейтетін кезде бәрі кері кетті. Бұл салаға жауапты діннің өзін коммерцияның көзіне айландырып жіберді. Дін шапанын жамылған арсыз типтің шамадан тыс көбейіп кетуі кие мен құт ұғымына деген нигилизмді туғызды. Осының кесірінен бұған дейін сәтімен басып өткен 4 сатыны құнсыз қалыпқа түсірді. Қысқаша айтсақ, өмірдің мәні жойылып, көкіректе қаңыраған бостық қалды. Одан соң экономикалық өрлеу жайлы үміт те үзілді. Мұның мемлекеттегі көрінісі былай басталды. 1991 жылы тәуелсіздік алған соң, президент экономиканы көтереміз деп инвестор іздеумен болды. Нарықтық экономикаға өтеміз деп зауыт пен фабриканы сатып жіберді. 1994 жылы қазақ үкіметі экономикаға тиімсіз деп ауылдық аурухана, кітапхана, радиостанция, өнер үйірмелері, клубтар, балабақшалар, мәдениет үйлерін, кітап дүкендерін түгел жауып тастады. Осы салада жұмыс істеп келген мәдени қызметкердің бәрі тентіреп тозып кетті. Өзбекәлі торғайда не істесе, соның бәрі керісінше жасалды. Әсілі мұндай мәдени ошақтың бәрін Темірбек Жүргенов пен Ілияс Омаровтар соғыстан қайнап жатқан қиын шағында ашқан еді. Екінші қажеттілік бойынша шекараны шегендеп, халықаралық ұйымдарға мүше болып, елдің қауіпсіздігін реттеді. Жүгенсіз кеткен рекет пен қаңғыбас шпананың бәрін тиісті мекендеріне аттандырды. Үшінші қажеттілікке сай әлеммен араласа қаламыз деп жаппай елшілік ашу басталды. Қазақстанды әлемге танытамыз деп миллиардтаған долларды желге шашып, жалған имидж жасады. Елге көрінген әртісті әкеп, олардың көңілін табуға тырысты. Шетелдегі ортанқол журналистке арнайы ақша төлеп, арзанқол мақалалар жариялағанға мәз болды. Төртінші қажеттілікке сай, әлемдік алпауыттармен бір сапта тұра қаламыз деп қазақ мәдениетіне пайдасы жоқ шаралардың шеруі басталды. Діндер съезі, ФИФАға мүше болу, Азиядан өткізу, Экспо, ОБСЕ-нің төрағалығы мен Ислам ынтымақтастық ұйымының төрағалығына таласу сияқты баянсыз жобалардың тұзағына түсті. Енді мынадай сұрақ. Қазақ үкіметі осыншама тыраштанғанда бір нәтижеге жетіп, 5-ші деңгейде тұрған руханият пен ақыл парасат биігін бағындыра алады ма? Жоқ. Бұл сатыға жетемін дегенше ар иманнан жұрдай болған мемлекет басшылары өз ұлты мен ұлысын аяусыз ұрлап тонауға үйреніп алды. Кез келген игі бастаманы бюджеттен ақша ұрлайтын механизмге айландырды. Қазақстан мен ешбір дипломатиялық байланысы жоқ алыс шетелдерден елшіліктер мен консулдықтар аша берді. Әуелі экономика, сосын барып мәдениет деген идеология жайына қалды. Мәдениет сол күй көтерілмеді. СССР-дің кезінде сауаты мен мәдениеті жағынан екінші не үшінші орында тұратын қазақ халқы надандыққа оңбай ұрынды. Маслоу межелеп берген адамгершілік биігі сол күйі мұнартып қала берді. Тіпті кері кетті. Мәдениеттен мешеу қалған қазақ үкіметінің жыртқышқа айналғаны сонша 2011 жылы адал жалақысын талап етіп алаңға шыққан жаңаөзендік мұнайшыларды автоматпен жайратып салды. Халыққа мұндай безбүйрек позиция ұстаған билікті біз тарихтан соңғы рет 1905 жылы Ресейден көргенбіз. Ол тарихта қанды жексенбі деген атпен сақталған. Елден ұрланып шетке шығарылған ақша көлемінің көптігі сондай, 2023 жылы парламент депутаты офшорға кеткен ақшаны қайтару үшін арнайы заң жобасын жасауға мәжбүр болды. Тіпті 565 миллиард теңге жұмсалған Экспо көрмесі қазақ халқына шабыт сыйлай алмады. Экспоның символы сәуле, қуат, мөлдір атты ойыншық образдар халық санасына сіңбек түгілі айналымға еніп үлгермеді. Жұрт оны байқамай да қалды. Маслоудың пирамидасына Виктор Франкль мәнге ұмтылыс деген теориясын қарсы қойды. Оның пайымынша былай: адам дүниесігін ашқан сәттен бастап ғайыптық сипаттағы мәнге ұмтылады. Бұл сәби шақта бейсаналы жүреді. Мұны кез келген атана байқайды. Есті баласын бір іске жұмсаса, ақылы толмаған 2-3 жасар сәбиі де жағаласа ұмтылады. Істі тындырған бүлдіршінді бір рет мақтап қойсаң, үлкеннің керегіне жарау үшін ол сен сұрамаған көмекті көрсете береді.
Қазір аутизм сияқты психикасы шатасқан аурудың балалар арасында көбеюі осымен байланыстырады. Сәби екеш сәбидің өзі мағынасыз, мәнсіз қызыққа жұтылғанда сана сезімі ауытқып шыға келеді. Сол үшін де мамандар балаға смартфон берме, мағынасыз ойынға жолатпа, ол отырған жерде мәнсіз бос сөйлеме, миына зақым келеді деп ескертуден шаршамайды. Сәби үшін мән әлемі мағынаға толы бесік жырымен ғана ашылады. Ересек адам қандай қиын жағдайға түссе де, ардан аттап кетпейін деп сақтанып тұрады. Аттаса ар намысын нанға сатты деген моральдық ауыр сотына ілігеді. Малым жанымның, жаным арымның садағасы деген кредо осыған орай шыққан. Кім ар иман мәселесін кейінге сырса, өмірде жеңіліске ұшырайды. Адам үшін ең ауыр үкім өлген соң артына ғибратты із қалдырмау. Одан да жаманы жағымсыз әңгімелестіру. Өзбекәлі бұл философияны арнайы оқымаған, ардың үніне құлақ салып, саналы түрде жеткен. Мұны оның бейне сұхбаттарынан байқайсыз. Видеода ол бүй дейді. Біз жанымызды жегідей жеп жүрген экономикалық дағдарыстан да құтылармыз. Молшылықта болар. Бірақ имандылықтан айырылсақ, оның орнын толтыру қиын. Осыған қызмет ету кімге де болса парыз бен парапар. Бастысы халық мүддесіне лайық осынау міндеттің шынайы салмағы мен мәнін жүрекпен ұғына білу керек. Оның бұлай деуге моральдық құқығы бар. Себебі ол жатса тұрса қазақтың мәдени мұрасы мен рухани құндылығын жинап, ұрпаққа аманаттауды биік парыз санады. Қай қызметке отырса да бұл бағыттан айнымады. Сталин кезінде де оңбай үзілген тарихи тізбекті жөндеу мен жалғаумен болды. Өзіне Ляс Омаровты пір тұтты. Ляс Темірбек Жүргеновті ұстаз санады. Ол өз миссиясын адал атқарып, мәдени майданды тәуелсіз Қазақстан дәуіріне лайықты тапсырды. Одан кейінгі майданға басқалар жауапты. Қымбатты тыңдарман, сіздерге Өзбекәлі және мәдени майдан аудио кітабымыз ұнаса, өз ағамыздың қилы тарихын ары қарай жалғасын тыңдарыңыз келсе, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.